Үлкен едесіз, кіші едесіз, бар иеміз баршаға, құрметпенен біз. Жақсы, сәттілік балалар. Ал балалар, неге қандай тапсырма беріліп еді? Қандай тапсырма? Туристер қайда? Жақсы, туристер қайда? Саяхаттағаны дұрыс деген тақырып. Жақсы, бірінші топ сендер туристер туралы Қазақстанның қандай көрікті жерлеріне туристер саяхаттағаны дұрыс деп ойлайсыңдар? Туристер теңіздерге, көлдерге, ауа көлге барып саяхаттайды. Көбінесе олар теңіздерге саяхаттайды. Жақсы. Олар демалатын жерлерге көп барады. Өте тамаша, жарайсың. Тағы толықтырасың ба? Олар көбінесе Балқаш, Алакөл және видео мұз айдындарына барады. Тамаша. Астанадағы бәйтеректерге, кесенелерге барып, музейлерге барып, ескерткіштерді көреді. Асылхан не айтады екен? Көптеген туристер Қазақстандағы шатқалдағы және де Түркістанға барып, Арыстан баб кесенесіне, Айша Бибі кесенесіне және Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып саяхаттаған жөн. Жаққа туристер келіп, кино көріп, тағы да басқа жақсы жерлерге саяхаттайды. Тамаша, молодец, қандай тамаша кәнекей. Не алып жүреді ал? Дәрі-дәрмек, су, қазан, Жоқ, сендер осы мысал үшін өзіміздің маңайымызда саяхаттасақ, иә, осы ауылдың маңайына бізге де ғой өзеннің жағасы, көрікті жерлеріміз бар, иә? Сол кезде не алып жүресіңдер саяхаттағанда? тамақ, дәрі-дәрмек, Тамақтар аласыңдар, иә? Бұл жақта қонып қалатын болсақ, шатыр, жылы көрпе, суды қайнатқанға тамақ пісіргенде қазан аламыз. Дәрі-дәрмектер. Бізге ең маңыздысы дәрі-дәрмектер керек. Және де ол кезде от жағу үшін сөңке алып шығуымыз керек, бірақ сөңкені үлкендерсіз қолдануға болмайды. Өте дұрыс айтасың, неге үлкендерсіз? Себебі ол орман. Және де үлкендердің айта ғой. Және біз өзіміздің қоқыстарымызды ол бағыттың қасына шашып кетуімізге болмайды. Дұрыс айтасың, ол бағыт, яғни саяхаттаған кезде біз өзімізден қалған тамақтың қалдықтарын немесе әртүрлі заттың қалдықтарын не істей кетеміз біз? Жинап, пакетке салып, өзімізбен бірге алып, арнайы қоқыс жәшіктеріне салады екенбіз, иә? Жақсы. Қандай саяхат жерлері бар Қазақстанда? Не туралы айтасыңдар? Немесе айта ғой. Саяхаттаған кезде туристерге қандай көмек көрсетті? Мысалы, туристер біздің жерімізді білмейді ғой, шетелден келді дейік. Оларға біз қандай көмек көрсете аламыз? Не істеу керекпіз? Туристер мысалы тіл білмейді, біздің жерімізді білмейді, не істеуіміз керек? Туристер олар картаны білу керек. Және олардың қолдарында карта мен компас болу керек. Сөйтіп олар осы біздің ауылымызды сол компаспен және картамен жаттап алады. Саяхаттаған жерлеріне, иә? Тағы да не білу керек, алайда ғой. Және де туристердің қасында өздерінің алып жүретін адамдары болады. Арнайы тіл мамандары болады. Саяхатты жақсы білетін, апарып алып келетін адамдар болу керек. Дұрыс айтасың, себебі олар шетелден келген қонақтар, олар біздің жергілікті жерді білмейді. Сол себепті оларды арнайы алып жүру керек екен. Тағы да не айта ғой, Айсұлтан, молодец, тамаша. Және де олар біздің көп жерлерімізді білмегенімізден біз оларға жол және менің қауіпсіздігім тақырыпты біз бүгін өткелі отырмыз. Біздің мамандықтар жоқ, тек қана болашағы зор мамандар бар. Сендер ойлап отырған шығарсыңдар, мына жерде табиғат және қауіпсіздік тұрады да, мына жерде неге мамандықтар іліп қойған деп, иә? Себебі біздің балалар аптамыздың дәйек сөзі сабағымызбен байланысты өту керек. Ал біздің сабағымыздың мақсаты, қараңдар, ауа райы қолайсыз жағдайларда өзін өзі ұстау ережелері бар.
мінекей мысалы үшін қар көшкінінің соңы неге келуі мүмкін? Су тасқынына апарады. Дұрыс айтасыңдар, су тасқынына апаруы мүмкін. Ал екінші топ сендерде ненің макеті тұр? Құрғақшылық. Ал құрғақшылық неден болады деп ойлайсыңдар? Ол күннің ыстығынан болады. Яғни құрғақшылық ол кезде заман ысырғанда жердің адам қабатты тесіледі. Содан күн бізге қатты ысынып, біздің жерімізде құрғақшылыққа айналдырады. Дұрыс айтасыңдар, және де ормандарды бет албатты ағаштарды кесуге талдауды көбейтуіміз керек. Өйткені ол ағаштар жердің астындағы суларды өзіне қарай тартып, жердің астына кетпеуіне әсер етеді. Тамаша. Жер бетіне ағаштар суды жер бетіне көтеріп тұрады. Дұрыс айтасыңдар, ағаштар және тамырлары тереңге кетіп, жер асты суларын әрі қарай тереңге кетпес үшін өзіне қарай тартып тұрады. Жақсы. Ал үшінші топ, сендерде ненің макеті тұр? Өрт екен, иә? Өрт неден туындайды балалар? Кейбір адамдар өшірмей, темекіні өшірмей орманға тастап кетеді. Иә, үлкен адамдардың салғырттығынан болады. Тағы неден болады? Тағы бір Тоқтардан болады. Мүмкін тоқтан үзіліп кеткен кезде оның жан жаққа тоқтар шашылып, ағаштарға тиіп кетсе, өрт мүмкін. Тағы неден болуы мүмкін өрттер? Ол өрттің зияны. Тағы неге келеді? Өрттің салдары неге келеді? Ол орманды жойып жібереді. Жойып жібереді. Ал орман қайтадан келудің 100 жыл қажет болады. Жақсы, өте тамаша. Үш топта балалар қандай керемет. Кәнекей бір-бірімізге не істейміз? От шашу арқылы бағалап. Өтінді топ? Өте тамаша. Жақсы балалар. Сендерге берген макет бойынша қазір дайындық жұмысын жасайсыңдар. Одан кейін осы туралы біраз ақылдасып алыңдар да маған ақпарат бере қойыңдар. Бүгінгі сабағымызға байланысты. Қай топ дайын берген тапсырма бойынша? Бірінші сендер айтады, екінші сендер айтасыңдар, үшінші топ айтасыңдар. Ал бірінші топ сендерге берген макет бойынша тапсырманы сөйлей қойыңдар. Біздің мотивге шығып, олардың қоқыстарын тазалап, шашып кетеді. Негізі ол дұрыс емес, қоқыстарды шашпай жинап кету керек. Қыста біз мұздың ойықтарын жинап жүрміз керекпіз. Мұздың ойықтарын ойып жүрміз керекпіз. Өйткені олар кейін су тасқынына апарады. Мұзды көктем кезінде ояды, көбінесе үлкен қалада, су жағаларында. Сендерге оюға болмайды, балалар өздерің судың астына түсіп кетесіңдер. Оны арнайы өзі адамдар бар, ана су мұздың бетімен жүріп кетпесін көктемгі уақытта жаздың кезінде. Айта қоясың, айтасың ба макет бойынша? Толықтыра ғой. Бұл жерде қар көшкіні өте көп, және ол үйлердің жанына шашылып, бұл жер тазаланбаса, ондан су тасқыны болуы мүмкін. Отыра ғой. Мұнер айтасың ба? Айта ғой. Қар көшкін кезінде айғайлауға болмайды. Дұрыс айтасың. Қар көшкінің бастауы кетуі мүмкін. Қар көшкінінің соңы су тасқынына апаруы мүмкін. Дұрыс айтасың. Ал Нұрайы, сен айтасың, айта ғой. Қар кезінде ағаштар қоқысқа толып қалса, оларды тазаламайды. Тазалау керек. Көз кезінде жапырақтардан толып қалса тазалап қою керек. Әйтпесе ол көктемде ерігенде ол су шығып кетіп, ауылды су басып кетеді. Басып кетуі мүмкін. Бізде су басу болды ма? Осы ауылда болды ма? Бір жылдар бала сенекшіде болғасындар. Ол жылдары болған су басқан болатын. Қар қалың жауған себебінен су тасқыны болған. Жалпы Қазақстанда болып пе су тасқыны? Қай жылдар болып еді? Естеріңде бар ма? 2020 жылдар болды, иә? Қай жақта болды? Дұрыс айтасыңдар. Өте қатты су тасқынының салдарынан не болды?
үйлер қирай бастады. үйлер көп үйдер. Ол мемлекетке не Ол келтіреді? мемлекетке шығын келтіреді. Мемлекетке шығын қандай шығын? Себебі ол Олар баспаналарды салып беру үшін шығын келтіреді. иә, себебі қаншама адам, қаншама жанұя баспанасыз қалып қалды, иә. Өте тамаша, Кәнеки балалар, қалай жауап берді бізге? Өте тамаша екен, иә. Келесі қайтып, сендер ма? Балалар, бізге? Ал. Бізге құрғақшылықты, біз құрғақшылық болмау үшін ағаш талдарды көбейтуіміз керек. Және замандарды беталдаметке ұқсап берсек, ол жердің төбедегі қабаты тесіліп, күн бізге тез түсетін болады. Сол күн ыстық болып, сулар да құрғап кетеді. Бұл тағы кім айтады? Молодец, жарайсың. Құрғақшылық кезінде жануарлар толып кету керек. Және де адамдар зымырандарды ұшыра бергендіктен күннің көзі қатты түсіп, жануарлар жойылып, жер құрғақшыланып жатыр. Құрақпанды мүмкін ба? Иә. Тағы не болады одан кейін? Егін шықпай қалса, шөп шықпай қалса, тоғайлар қурап қалса, не болуы мүмкін ол? Егіннің шықпай қалуы неге әкеледі? Қымбатшылыққа әкеледі, аштыққа әкеледі. Тоғайлар өсімдіктен шықпай қалуы. Кішкентай жануарлар, жан-жануарлар құрғақшылыққа шыдамай басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Иә, дұрыс айтады. Олар басқа жаққа не іздеп кетеді сонда? Су іздеп, тамақ, өзінің өсімін іздеп жүріп кетеді. Айта ғой, отырады. Молодец, тамаша. Аяла тамаша. Біз құрғақшылық кезінде Болдырмау үшін не істеуге болады? жерге ағаштар көп егуіміз керек. Себебі бізге ауа керек. Осы ағашта көп отырғызғанда не қандай пайдасы бар ағаштың? Ағаштың таза ауасы. Ағаштар бізге не береді? Не бөледі? Ауа, жеміс жидек, ауа. Жеміс ағаштар, иә? Жеміс жидек береді. Иә, оттегілері көмір қолданып шығарады. Содан бізге ауаны тазартып тұрады. Келесі топ. Сендер не айтасыңдар? Орманда өрт болған жағдайда 101 немесе 112. Өте тамаша. Біз 101-ге немесе 112-ге хабарласуымыз керек екен. Жақсы, нөмірді қойып тақа. Ары ғой, айта береміз. Айта ғой. Кейбір адамдар орманда от жаққанда оны өшірмей кетеді. Оның салдарынан орманда өрт болады. Осы өрт туралы сені мақалманы білесің бе? Білемін. Қандай? Бір тал етсе, мың тал ет. Бір тал кессе, 10 тал ет деген бар. Тағы да Мирастың айттың деп отырмын, айта ғой болады. Және де өрт кезінде адамдар немесе жануарлардың жұмыртқалары немесе балапандары жанып кетіп жойылуы мүмкін. Жақсы балалар. Ал балалар, қазір біз сергіту апат кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Төтенше жағдай кезінде балалар қараңдар. Қызметтің хабарламаларын қадағалаймыз екен. Қажет болған кезде эвакуация тез арада қауіпсіз жерге көшірілу керек екен. Ал алғашқы көмек, егер де адамдар жарақат алған жағдайда болып жатса, оған көмек көрсетуге дайын болуымыз керек. Жер сілкінісі кезіндегі әрекеттер дейді. Қараңдар балалар, жер сілкінісі кезінде қараңдар. Үйде болсақ, егерде үстелдің астына жасырын, немесе қабырғалардың жанына жасырын. Бізде бұндай жер сілкінісі кезінде деп, бізде мектебімізде де, сыныбымызда да дайындық сабақтар өтеді, иә? Қалай тезірек далаға шығу керек, қандай жерлерге тығылу керек деген секілді. Одан кейін егер де сыртта болатын болсақ, далада болған жағдайда біз далада болып қалып кетеді, жер сілкінісі болған жағдайда. Ондай кезде биік ғимараттардың жанында болуға болмайды екен, және электр желілерінен аулақ тұру керек екен, ол үзіліп кету қаупі бар екен. Одан кейін сақ болу керек, дүрбелеңге түсіп, және паника деп жатады ғой, дүрбелеңге түсуде болмайды, және басқа адамдар, оның ішінде үлкен адамдар болса, кішкентай балалар болса, көмектесіп жіберу керек екен. Өрттен сақтану жолдары балалар қараймыз. Өрттен сақтану жолдары түтін, мысал үшін көбінесе айтады, үйде иісте қалу, көбінесе қыс кезі, көктем кезінде болып жатады, иісте қалу бар. Сол себепті түтін мұржаларын не істеу керек? Тазалау керек екен, әке-шешелер түтін
қожалар міндетті түрде тазалау керек. Егер де сондай жағдай болған жағдай болып жатса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралу керек, шақырту керек. Сонымен қатар өрт болған жағдайда не істейді? Біз дымқыл шүпірелекті аузымызға басып, негізі шығуға тырысу керек екен. Тіпті не қолым ауада көбірек болып, не қолым астыңғы жақта аздау болады екен. Содан кейін қарадар, өрт сөндіргіш дейді, міндетті түрде хабарласу керек. Өрт болған жағдайда жылдам әрекет ету жоспар болу керек. Кезде дереу эвакуация, яғни айтады я, су тасқыны болғалы жатыр, немесе су басып келе жатыр деген кезде міндетті түрде бізде не істеуші еді? Документтер, үйдегі құжаттарды алады, құжаттар салынған сөмке болу керек. Соны алады да міндетті барлық нәрсені қанамайды, тастайды да, жаңағы сөмкені алады да, үйден бірден шығады. Қауіпсіз жерлерге, яғни биік су баспайды ау, су көтерілмейді ау деген жерге қарай бару керек екен. Содан кейін заттар, құнды заттарды жоғары іліп немесе көтеріп қою керек екен, егер де алып көтере алмайтын жағдай болса. Содан кейін қараймыз, табиғатта адасып қалмау дейді. Біз тек қана осы су тасқыны, өрт, құрғақшылық қана емес, сонымен қатар табиғатқа келген кезде, мысалы үшін саяхатқа шықтық дейді, өткен тақырыппен байланыстыра. Сонда адасып қалмау үшін маршрутты, яғни ата-ана бірге жоспарлайды. Өздерін шығып кетуге болмайды. Адасып кетесіңдер, немесе бір нәрсеге ұшырап қалулары керек. Одан кейін жабдық, карта, компас секілді ең қажетті заттар болу керек екен. Яғни, сонан кейін бара жатқан кезде жолдағы белгілерді еске сақтап отыру керек, артқа қарай қайтатын кезде. Енді балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты мына жерде тағы да бір макет бізде айтылмайды, иә? Мына макетте балалар жер сілкінісі туралы. Қарасаңдар, жер сілкінген кезде жердің қақ айырылып кетуі де қаупі бар екен. Мына жерлерде қарасаңдар, мінекей біз асфальтты қойып қойғанбыз, машиналарды қойып қойғанбыз, иә, мына жерде, мына жақтың жерде. Осындай кезде де міне үйлер қирауы мүмкін, көбінесе қандай жерлерде жер сілкінуі мүмкін? Таулы аймақтарда және теңіздің жағалаулары, сондай жерлер сілкінуі мүмкін. Енді қарадар, үйлер қирайды, қаншама, иә, жер сілкінісі кезде электр желілері үзілуі мүмкін, талдар, ағаштар, тоғайлар құлауы мүмкін, биік ғимараттар құлауы мүмкін. Дереу үйді тастап қайту керек, сыртқа қауіпсіз жерге қарай шығуымыз керек екен. Қазір мен сіздерге балып. Мына топ бірінші бастасын, бірінші қой, иә? Сендер екінші, сендер үшінші айтасыңдар. Ал, айта қойыңдар. Біз суды бостан босқа құрта бермеуіміз керек. Бұл құрғақшылыққа келуі мүмкін. Ол мүмкін суды бет алдан бет алғымыз болса, құрғақшылық болмайды. Екінші. Ал, қауіпсіздік. Өрт кезінде 101 немесе жазғандарды оқи қой. 101 өрт кезінде 101 немесе 112 хабарласу керек. Үйден шығарда электр құрылғыларын өшіріп кету керек. Өрт сөндіргіш су шелегі құм болуы керек. Жақсы, сіз айтасыздар. Келесі. Су тоғандарын ақтарып тазалау керек. Және дауыс беріп өз орнында білдіру қажет. Су маңында тек үлкендермен жүрген дұрыс. Дұрыс айтады. Қабыл кеудешесін міндетті түрде Өзінің мәресіне жеткен секілді бүгінгі сабақ қызықты болды ма? Иә. Ұнады ма? Ұнады ма? Жаңа сабақ ұнады ма? Ендеше балалар, сабағымызда бізде мынандай мамандықтарға байланысты бір сөз айтуымыз керек. Кәнекей келіңдерде әркім бір мамандық таңдай қойыңдаршы, бір мамандық. Бәрі деп балалар. Одыра қойды. Бір ауыз ғана сөз айтамыз, иә? Кес бір ауыз сөз, мамандық. Дәрігер мамандығы түсті. Дәрігер мамандығы адамдарды емдеп, оларды дәрігер укол салып, тез емдеп береді. Маған құтқарушы мамандығы түсті. Ол өрт болған жағдайда адамдармен
адамдарды құтқарып шығады. Жақсы. Бұл аспазшы. Аспазшы тамақтар жасайды. Мысалы, біз осы макеттерді жасаған адамдарға тамақ пісіріп береміз. Жоқ, мысал үшін өрт болған жағдайда сол жердегі құтқарып жатқан адамдарға не істейсіздер? Тамақ пісіріп, оларды егер де неткен жағдайда соларға көмек көрсетесің. Жақсы секілді мұғалім екен. Маған мұғалім түсті. Мен өскен кезде мұғалім болған кезде осы тақырыпты балаларға үйретемін. Өте тамаша, жақсы. Өрт сөндіруші мамандығы түсті. Өрт сөндіруші мамандығы бізге өте қажет. Мысалға, өрт болған жағдайда өрт сөндірушіге, яғни 101-ге звондауымыз қажет. Сол кезде өрт сөндірушілер жетіп келіп, өртті сөндіретін болады. Сен не істейсің? Адамдарға көмектесесің. Ал, аяғым. Маған шаштараз мамандығы түсті. Мен ер адамдардың және өзім сияқты қыздардың шашын жасап беремін. Жақсы, тамаша. Маған хабарлайтын адам түсті. Бізде жер сілкінісі, су тасқыны болса, мен хабарлап отырамын. Өте тамаша, жақсы. Алдын ала хабарлап отырады, иә? Мен Қандай мамандыққа көрсете ғой? Мен жүргізуші болған кезде апаларды, ағаларды, әжелерді, аталарды апарсақ, және де жас балаларды да апарсақ, оларды көмектесіп жүресің, иә? Өте жақсы. Қызметке түсті. Әскерге қызметке 18 жастағы балаларды әскерге дайындайды. Яғни өз отанымды қорғауға балаларды дайындайды. Жақсы, жарайды. Мен құрылысты құрылышы су тасқыны кездерінде, жер сілкінісі кездерінде үйлер құлап қалып жатса, үй салып береді. Өте тамаша, жақсы. Бүгінгі тақырыппен байланысты. Маған кітапханашы мамандығы түсті. Мен балаларды кітапқа толғызып, көбінесе білімді болуға шақырамын. Өте тамаша, дұрыс айтады. Қанеке? Маған тігінші мамандығы түсті. Тігінші, Мен адамдарға киім тігіп беремін. Жарайды, жақсы, өте тамаша. Олай болса, кері байланыс жасайық сабағымызға, иә? Біз бүгін сабақта қараңдаршы балалар, мен андай арнайы сендерге сөйтіп алып келдім, қараңдар. Бүгінгі сабақта не оқытыңдар, не естідіңдер, не көрдіңдер, және не айттық біз осы жерде. Осының бір-біреуіне әрбір топтан бір-бір бала келіп